Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз өте тез дайын болатын алмалы штрудель дайындайтын боламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді описанияға жазып кететін боламын. Ең алдымен алманың қабығын ашып аламыз. Бұл бізде начинка болып табылады. Алманы дәнегінен ажыратып тазалап аламыз. Тазаланған алмамызды ұсақтап тураймыз. Қалауыңызша мейіз және жаңғақ қоссаңыз болады. Мен тек мейізді қостым. Содан соң үстіне 1,5 шай қасық корица, жарты шай қасық лимон қышқылы және де 2 ас қасық шекер қостым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді қамырын жаямыз. Ол үшін кішкене ұн сеуіп, дайын қатпарлы қамырды ұзынша етіп жаямыз. Бұл дүкенде сатылатын қатпарлы қамырдың тең жарты бөлігі. Қамырымызды жұқа етіп жайып болған соң, 2 шетінен жолақтар кесеміз. Қамырымыздың ортасына начинкамызды саламыз. Дәл видеодағыдай етіп, қамырымызды түйеміз. Қамырдың бетіне жұмыртқаны жағамыз. Содан соң қызып тұрған духовкаға 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Осылай біздің өте дәмді әрі тез дайын болатын алмалы штруделіміз дайын. Штрудельдің бетіне қант ұнтағын себеміз. Штрудельді 4 бөлікке бөліп, қонақтарға ұсынамыз. Осы рецептпен жасап көріңіз. Жеңіл әрі өте дәмді болатын алмалы штрудель. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.